Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда гүл өспесе бірнеше себеп болуы мүмкін. Сол себептерге тоқталып өтеміз. Бірінші, топырақтың сапасы. Гүлдер жақсы өсу үшін топырақтың қоректік заттары жеткілікті болуы керек. Топырағыңыз құнарлы топырақ болу үшін осындай қоспалар қоссаңыз болады. Мысалға, сиалит, диатамин, микроэлементтерге бай неше түрлі витаминдар сатылады, соларды араластырып ексеңіз болады. Болмаса универсальный топыраққа агробальт араластырып, уголь араластырып, ең болмаса перлит қоссаңыздар да болады. Әрине, әр гүлге сәйкес топырақ жасап ексеңіз, гүліңіз жақсы өседі. Ал гүлдің жақсы өспеуінің екінші себебі ол жарық жетіспеушілігі. Гүлдер жақсы өсу үшін жарық қажет. Оларға күн сәулесі жеткілікті болуы қажет. Гүлдеріңізге жарық жетіспесе, өсуі баяулап, немесе мүлдем өспей тоқтап қалуы мүмкін. Тіпті кей жағдайда гүліңізге жарық жетіспесе, жарыққа қарай мойнын созып, бойы ұзарып, бір қалыпта өспей, әдемі өспей қалады. Сондықтан гүлдеріңізді барынша жарық жеткілікті жерге қойып, кейбір күнді қажет ететін геран сияқты гүлдеріңізді күн түсетін терезеге қойып, ал мынандай жарық жерде тұратын гүлдеріңізді жарық жеткілікті жерге барынша қоюға тырысыңыз. Гүлдеріңізді бақылап шығыңыз. Мүмкін жарық жеткіліксіз болғаннан өспей тұруы мүмкін. Сондықтан орнын қозғап көріңіз. Тұрған жерін ауыстырып көріңіз. Басқа терезеге апарып қойсаңыз, мүмкін тұрған жерінде жарық жеткіліксіз болып, басқа жерден орнын ауыстырғаннан кейін жарық жеткілікті жақсы түсіп, бірден өсіп бастауы мүмкін. Сондықтан жарық гүлдерге кәдімгідей көбірек қажет болады. Кейде драцена, сосын зензи гүлдеріне жарық қажет емес деп жатады. Ол бос әңгіме, барлық гүлге жарық қажет. Ал үшінші себеп ол суару. Яғни артық су немесе су жетіспеушілігінен гүлге зиян келтіруі мүмкін. Яғни кейде гүлді өзіміз осылай шылқытып, көп су құйып жібереміз, астынан су аққанша, одан кейін астындағы суын төгіп тастау керекпіз. Ал кейбір гүлдерді мүлдем аз суғарамыз, аз-аздан ғана суғарып қоямыз жиі, ол дұрыс емес. Бір шөлін қандырғанда толық суын құйып, көз жеткізіп, тамырына су барғанын, артық суын төгіп тастап, тамырына су ішкеніне көз жеткізіп, барып суғарғанымыз дұрыс. Қатты шылқытып суғарып жібергенімізде зиян, аз-аздан жиі суғарғанымызда зиян. Сондықтан гүлдің тамырына су барғаны көз жеткізіп, шөлін қандырып болғаннан кейін астындағы суды төгіп тастап, су тәртібі дұрыс болу керек. Төртінші себеп горшок таңдау. Бұл дегеніміз гүліңіздің горшогы тамырына сәйкес болмау. Яғни кейде осындай кішкентай гүлді аламыз да үлкен горшокқа егіп қоямыз. Ондай жағдайда кішкентай гүлдің тамыры кішкентай болғандықтан, мынандай үлкен горшоктағы топырақты игер алмайды да дымқылдықты. Топырақтағы дымқылдықты егер алмайды да тамыр шіріп жатуы мүмкін. Сондықтан гүліңіз өспей қалуы мүмкін. Немесе гүліңіздің үлкен горшоктан тамыры дамуы ұзаққа созылып, баяулап жатуы мүмкін. Сондықтан күшті тамырына жұмсап, жоғары қарай жапырақ шығаруына күш жетпеу жатуы мүмкін. Сондықтан барынша тар горшокқа егеміз, өзіне сәйкес етіп. Ал келесі бесінші себеп ол тыңайтқыш. Яғни бұл дегеніміз гүлдерге қоректік заттар жетіспеушілігі, гүлдер үшін арнайы тыңайтқыштар мен микроэлементтер қажет болуы мүмкін. Сол үшін осындай тыңайтқыштарды қолданып тұрғанымыз абзал. Дүкенде қазір әртүрлісін сатады. Гүліңізге сәйкес етіп алып, дозасын дұрыстап қолдансаңыз, гүліңіз жақсы өседі. Өспей тұруының себебі де осыда болуы мүмкін. Сондықтан гүлдеріңізді әр суғарғанда болмаса да бір 2 аптада 10 күнде бір немесе
айына бір рет осындай тыңайтқыштарды қолданып тұрсаңыз болады. Егер де тіпті ауылдық жерде тұрамыз, осындай тыңайтқыш біз жақта сатылмайды десеңіз, онда қолдан жасауға да болады. Бананның қабығынан жасасаңыз болады, парақшамда көрсетіліп жатыр. Лавровист бар, пияздың қабығы бар. Сонымен қатар осындай перекисті қолдансаңыз болады. 1 литр суға 3% перекистен 3 капля тамғызып жіберіп, гүлдеріңізді суғарып қуантсаңыздар, осындай болып гүлдеп, жарқырап, сіздерді де гүлдеріңіз қуантатын болады. Бұны гүлдеріңізге айына 1 рет жасап тұруға болады. Ал келесі гүл өспеудің себебі, ол 6-шы себеп шіркей түсуі. Яғни сіз гүліңізді байқамайсыз, беткі жағынан жапырақтарын білінбей тұру мүмкін. Осылай жапырақтардың астында осындай щитовка деген шіркей болмаса паутиний клещ деген неше түрлі шіркейлер жапырақтың сөлін сорып жатады да, гүліңізде күш болмайды да жоғары жапырақ шығаруына, сондықтан бір қалыпты өспей тұрып қалуы мүмкін. Сондықтан жапырақтардың астын бақылап, жапырақтарды қарап тұру керек. Кейде кейбір паутиний клещ сияқты шіркейлер көзге көрінбейді, жапырақ астында сөлін сорып жатады. Сондықтан обработка дейміз ғой, жасап тұрсаңыз болады. Анда-санда фитоверм деген дәрімен. Болмаса осылай жапырақтарына су шашып, үнемі жапырақтарын асты үстін дымқыл ұстасаңыз, ешқандай шіркей түспейді гүлдеріңізге. Ал 7-ші себеп гүліңіздің ауырып тұруы мүмкін. Яғни гүлдің тамыры шіріп жатса, гүлдің 1-2 жапырағынан бастап, ары қарай 3-4 жапыраққа дейін сарғая береді. Сондықтан ондай ауырып тұрған гүлдеріңіз ары қарай жаңа жапырақ шығармай өспей тұруы мүмкін. Сондықтан осылай тамырын ашып көріп, тамырын емдеп барып, жаңа топыраққа, таргашоққа ексеңіз, гүліңіз жақсы өсетін болады. Кейде маған оқырмандарым гүлдерім өспей тұр деп суретін жібереді. Суретін көрсем, гүлдері ауырып тұрады. Яғни ауырып тұр дегеніміз, ол гүлдің тамыры шіріп жатуы мүмкін. Сондықтан тамырын емдегеніңіз дұрыс. Сіздерде гүлдеріңіздің өспеуінің осы 7 себептері болуы мүмкін. Егер 7 себептің бір себебі шықса, дұрыстап бақылап, қарап көріңіз. Гүліңіз сондықтан өспей тұруы мүмкін. Гүлдің өспейді деген ешқандай әңгімесі жоқ, барлық гүл өседі. Тек жақсы күтімі болса және топырағы, горшогы бәрі сәйкес болса, жақсы өседі. Парақшама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер.